есепті шығарып көрейік. Ол үшін әуелі туындысын тауып алайық. Функциясының туындысын тауып алайық. Яғни минус 6х квадрат. Енді екінші осы х нөлевой нүктесін осы функцияға қояйық. Нөл минус 6 дельта x'ті табу үшін, яғни тең минус жауабы 0,100,125-ке тең болады екен. Екінші есеп теңдеуді көбейткіштерге жіктеу арқылы шешіңіз дейді. 2х-тің кубымен 2-ні алайық, 7х пен квадратымен 7х-ті алайық. Сонда біздерде 2 жақша сыртына шығады. Жақшасында х-тің 3 дәрежесі қосу 1 қалады. Жақшаны жабамыз. Плюс 7х-ті жақша сыртына шығарсақ, жақша ішінде бізде х плюс 1 қалады. Тең өлге. Енді бұдан мына жерде х-тің 3 дәрежесі плюс 1-ді жіктеп жазсақ, оны былай етіп аламыз сонда. Х плюс 1 жақшаны ашамыз. Х квадрат минус х плюс 1. Жақшаны жабамыз. Плюс 7х плюс 1. Енді осы теңдікті көбейткіштер жіктеу ережесімен енді мына х плюс 1-ді көбейтінді түрінде жазсақ, х плюс 1 жақшаның ішінде мына 2-ні мына жақшаға көбейтіп жібереміз. 2х-тің квадраты минус 2х плюс 2 және 7х-ті қосып жазамын. Плюс 7х тең 0. Енді осы теңдіктерді шешейік. х плюс 1 тең 0, х тең минус 1-ге тең болады. Келесі екінші, мына жерде біріктіріп алайық. Бұл жерде 2х-тің
квадраты мынаумен мынау 2х пен плюс минус 2х пен плюс 7х азайтылады, қосу 5х болады. 5х плюс 2 тең 0. Осыдан дискриминант табайық. d тең 5-тің квадраты 25, 5-тің квадраты минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 2 тең 25-тен азайтамын 16-ны тең болады 9 дегеніміз бізде 3-тің квадраты. X бірінші түбір табайық. X1 тең минус 5 болады. Және дискриминанттан 3 шығады, плюс 3. 2 аның орнында 2 және аның мәні 2 тең, бұл жерде бізде минус 2 4 тең болады минус 2-ден 1. Енді x екінші түбір табайық. Тең минус 5 минус 3 4 тең болады минус 8 4 тең минус 2. Сонда жауабы болады минус 2 минус 1 минус 2-ден 1. Үшінші есеп, егер x жетістікке ұмтылса, онда мына теңдіктің шегін табыңыз дейді. Енді бұны былай етіп шығарайық. Лимит x жетістікке ұмтылғанда аны ең үлкен дәрежесіне бөлейік. 2x-тің 3 дәрежесі x-тің 3 дәрежесі минус x-тің квадраты x-тің 3 дәрежесі минус 2x-тің 3 дәрежесі. Енді плюс 1-ді x-тің 3 дәрежесіне бөлеміз. Бөлімінде дәл солай. Мына жерде x-ті мына жақша ішіндегі сандарға көбейтсек, ол да мынандай түрде болады. Енді бірінші x-тің 3 дәрежесі бөлімінде x-тің 3 дәрежесі плюс мына екеуін көбейткенде 3x-тің квадраты болады. Асында да x-тің 3 дәрежесі плюс 2x
бөлімінде x-тің 3 дәрежесі тең лимит x жетістікке ұмтылғанда. Бұл жерде енді мына x-тің 3 дәрежесі мен x-тің 3 дәрежесі кетеді. Алымда 2 қалады. Минус анада 1 x қалады. Минус x мынаумен x пен x-тің 2 дәрежесі қалады. X-тің 2 дәрежесі мына жерде. Дәрежесі плюс 1 бөлінген x-тің 3 дәрежесі. Бөлімінде мына жерде 1 қалады біріншісінде. Плюс 3 алымында бөлімінде x плюс алымында 2 бөлімінде x-тің квадраты қалады. Яғни x жетістікке ұмтылған кезде сонда мына жердегілердің бары нөлге тең болады да, алымында 2 бөлімінде 1 қалады. Сонда тең болады 2-ге. Жауабы 2 болады сонда. Жауабы 2. Келесі төртінші есеп. Лимит x минус 1-ге ұмтылғанда мына теңдікті есептеңіз дейді. Бұл да жаңағы сияқты енді жіктеп алайық. Көбейткіштерге жіктеп алайық. X-тің квадратын шығарамыз. Бөлімінде екінші жақшаның ішін жіктеп алайық. Бағана осыны жіктедік. Плюс 2 и x плюс 1 тең болады. Бұдан енді алымындағы x мына жерде x квадрат және мына жерде 1 шығады. Оны жіктеп алайық бірден. X плюс 1, x минус 1, x плюс 1 деп. Сонда 2x минус 1. Сонда бізде x плюс 2, x плюс 1. Бұл жерде мынау мен мынау қысқарады, қалғаны жазамыз. Сонда лимит
минус 1-ге ұмтылғанда бізде қалады x минус 1 2x минус 1 x плюс 2 тең. Енді минус 1-ді орнына қояйық. X-тің орнына минус 1 2 көбейтілген минус 1 минус 1 қосу 2 тең болады. Мына жерде минус 2 болады. Мына минуспен мына минус 2 болады, минус 1, сонда көбейтілген минус 3 болады. Бөлімінде минус 1-ге тең болады. Сонда бізде бұл жерде минус 6 шығады. Жауабы минус 6. Бесінші степ, мына функцияның вертикаль және көлбеу асимптоталарын табу. Ол үшін бағанағы мына теңдеуді жіктеп алайық. Жерде бағана жіктедік, екінші алдыңғы есептерде жіктелді. X минус 1 және x минус 1 x плюс 1 бөлімінде де x плюс 2 x плюс 1 енді ұқсас алымдағы бөлімдегі бірдейлерді қысқартамыз. Сонда бізде 2x плюс минус 1 x минус 1 бөлімінде бізде x плюс 2. Енді бұдан біз бөліміндегі x плюс 2-ні теңестіріп тең 0 x тең минус 2. Яғни бұл вертикал асимптоты болады екен. Бұл вертикал вертикал асимптот. Бұл А жағдайы, вертикал асимптот. Енді көлбеу асимптоты. Жаңа вертикал асимптотын таптық. Енді көлбеу асимптотын табу үшін көпмүшеліге бөлу арқылы табамыз. 2x-тің 3 дәрежесі минус x-тің квадраты минус 2x плюс 1. Көпмүшені көпмүшеге бөлейік. X квадрат
плюс 3 x плюс 2. Яғни біз 2-ден береміз. 2x-тан береміз. Сонда көбейтегі 2x-тің кубы 3 дәрежесі минус плюс 6x квадраты 6x-тің квадраты плюс 4x. 4x. Бір-бірінен азайтамын. X квадрат, 2x 3 дәрежеме x 0 болады. Одан мына 2x квадратпен 6x-ті азайтқан уақытта минус 7x-тің квадраты болады. Минус мына жерде 2x пен 4x-ті азайтқанда минус 6x болады. Минус 6x плюс 1. Енді жерде минус 7-ге көбейтемін. Минус 7x-тің квадраты 7x-тің квадраты минус 21x 21x минус 14. 14. Бір-бірінен азайтсам, мына жерде 0 болады. Мына жерде минус 21 плюс 21 болады. Плюс 15x. Мына жерде плюс болады. Плюс 15 болады. Қалдық, яғни 15x плюс 15 болды. Енді бұдан әрі қарай мынандай функцияны жазамыз. f от x тең негізгі мына бөлік 2x бүтін бөлігі, яғни минус 7 қосу. Енді қалдық бөлімін жазамын. Яғни бөлшектің бөліміне x квадрат плюс 3x плюс 2 алымына қалдықты жазамын. Сонда 15x қосу 15. Сонда бізге керегі бізде мына жерде болады көлбеу асимптоты y тең 2x плюс 7. Бұл көлбеу асимптоты. Көлбеу асимптоты болады. Келесі есеп. 6-шы есеп, мынандай функция берілген. Осының бірінші а жағдайында туындысын тауып, және минус 3-тен 1-дегі мәнін табу. Екінші, осы нүктедегі жанаманың теңдеуін құру. Бұдан енді туындысын тауып алайық бірінші. Яғни формуласына қойсақ, бұл жерде формулаға қойған жағдайда минус алымында 3 бөлімінде 1 минус 3x плюс 1-дің квадраты.
Енді біздер А жағдайындағы 3-тен 1 минус 3-тен 1-ді қояйық туындысына. Тең. Орнына x-тің орнына мән қойғанда минус 3 түбір астында 1 минус минус 3-тен 1 плюс 1 сыртында квадрат. Тең. Бұдан шығады минус 3 бөлімінде 1, яғни мына жердегі 3 пен 3 қысқарып кетеді, мына жерде минус 1-ден плюс 1, яғни 1 болады. Сонда бұл жердегі мән минус 3-ке тең болады. Енді жанаманың теңдеуін тауып үшін функцияға осы минус 3-тен 1 деген мәнді қоюымыз керек. Негізгі бастапқы функцияға. X 3-тен 1 тең арк косинус жақша ішінде 3 көбейтілген минус 3-тен 1 қосу 1 тең. Бұдан шығады арк косинус 3 пен 3-ті қысқарсақ 0, 1 азайтқанда 0 тең. Сонда бұл арк косинустың 0-дегі мәні пи бөлінген 2-ге тең. Енді жанаманың формуласына қояйық. Y тең пи бөлінген 2 функцияның мәні азайту. Туындысының мәні мына жерде минус 3, мынаға минус болады, сол кезде x плюс 3-тен 1 тең болады. Жақшаны ашсақ пи бөлінген 2 минус 3x болады. 3 пен 3 қысқарып кетеді, минус 1-ге тең болады. Яғни бұл жанаманың теңдеуі. Жетінші есеп. Мына функцияның көп мүшесі x плюс 1-ге қалдықсыз бөлінеді, және f от x-ті x плюс 2-ге бөлгендегі қалдық f от x-ті x минус 2-ге бөлгендегі қалдыққа теңдейді. А және бұның мәндерін тапты. Ол үшін біздер бірінші мына жердегі x плюс 1-ге дегенде x минус, яғни x плюс 1-ге мәнін тауып көрейік. Ол үшін мына жерде f минус 1 есептеп көрейік, орнына қойып. Минус 1-дің 3 дәрежесі плюс 3 көбейтілген минус 1-дің 2 дәрежесі қосу а минус 1
-1 қосу в тең. Енді мына жерде -1 болады. -1 қосу. Ана квадрат минус болып плюс кетеді. 3. Мына жерде -а болады. Плюс в болады. Тең. Сонда 2 минус а плюс в тең болды. Енді бұл жерде қалдықсыз бөлінеді дейді. Енді екінші жерде x плюс 2 және x минус 2-дегі бұларды да тексеріп, орындарына мәнін қойып көрейік. F минус 2 орнына қойсақ тең. Минус 2-нің 3 дәрежесі плюс 3 көбейтілген минус 2-нің 2 дәрежесі плюс а көбейтілген минус 3 қосу в тең болады. Бұл жерде минус 3 8 болады. 2-нің 3 дәрежесі 8 таңбасы минус болады. Минус плюс ана жерде 2 6 плюс 12 болады. 12 минус 3а қосу в тең. Бұл жерде шығады 4 минус 3а плюс в. Енді плюс 2-ні көрейік. Плюс 2 орнына қойсақ, дәл осы мына жерде бірден тауып кетейік. 8 болады плюс 2-де. Мына жерде 2 4 12 плюс 12 болады. 12 плюс 2а болады. 2а болады. Плюс болады. Мына жерде қателесіп кетіппін. Мына жерде 3 емес 2-ні қою керек. 2. Сонда мына жерде 2а болады. Мына жерде 2а. 2а. Бұдан шығады. Сонда 20 болады. 20 плюс 2а қосу в. Енді біздерде жаңағы мына жерде x плюс 2 мен x минус 2 бөлгендегі қалдықтар тең депті. Онда екеуі теңестіреміз. 4 минус 2а қосу в тең 20 қосу 2а плюс в. Енді 4 2а минус 2а
плюс va минус va тең 20-дан азайтамын минус 4-ті. Сонда мына в мен в кетеді, минус 4а тең 16. 16-ны минус 4-ке бөлгенде а тең минус 4 болды. Осы а тең минус 4-ті енді бағаны бірінші теңдікке мына жерге қоямыз. Сонда 2 минус а плюс в тең 0 деп ал. 2 минус 4 плюс в тең 0. 6 плюс в тең 0. В тең болады минус 6-ға. Жауабы а тең минус 4, в тең минус 6. Минус 6. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.